Саламатсыздар. Бүгінгі біздің НЗМ тұлғалары айдарының кезекті қонағы Еркебұлан, Алматы қаласының Назарбаев зияткерлік мектебінің түлегі. Еркебұлан, қош келдің. Жалпы қазір не істеп жатырсың? Қайда оқып жатырсың? Қашан бітірдің? Өзің туралы бізге бір ақпарат беріп жүрсең? Мен жалпы осы Назарбаев зияткерлік мектебіне 2015 жылы түсіп, 2020 жылы бітірдім. Мектеп бітіргеннен кейін Құдайға шүкір өзімнің қалаған университетіме, Астана медициналық университетіне оқуға түстім. Қазір осы бірінші курсты аяқтап жатырмын. Сен химия-биология бағытындағы мектепті бітірдің, иә? Яғни оның бағыты негізі осындай медицина, химия саласына ма, немесе сол мектепті бітірген оқушылар физика бағыты мен IT сферасына да түсуге мүмкіндіктері бар ма? Жалпы химия-биология бағыты болғанымен ол жерде шектеу жоқ. Яғни егер бала IT сферасына барғысы келсе, бізде физика, информатика сабақтары да қатар жүреді. Яғни таңдау өзіңізде. Бала не қалайды, сол бойынша оқисыз. Ондай қатып қалған ешқандай заң жоқ. Астанадағы медицина университетіне түстім дедің. Яғни қандай мамандықты алып жатырсың қазір? Қазір мен жалпы медицина мамандығы бойынша оқып жатырмын. Бұл мамандық бойынша мен 5 жыл оқимын. 5 жылдан кейін бізде медицинада узкая специальность деген бар, яғни әрбір маман өзінің болашақ нақты бір саласын таңдайды. Мысалға мен 5 жыл оқығаннан кейін хирургия саласын таңдасам, тағы да бірнеше 4-5 жыл оқимын деген сөз. 10 жыл оқуға дайынсың ба? 10 жыл, иә, әрине. Өйткені медицина дейтін оңай сала емес және ұзақ. Сол себепті осы уақыт аралығында мен өзімнің осы медицина саласын жақсы меңгеремін деген ойдамын. Енді Назарбаев зияткерлік мектебіне түсуің туралы сөйлесейік, иә? Экзаменға жалпы дайындық қалай болды? Қайда не істедің? Не үшін түскің келді? Жалпы мен бұл сұраққа кішігірім әңгімеден бастағым келіп отыр. Басында анам осындай Алматыда жаңадан президентский мектеп ашылып жатыр екен деген әңгімелер естігеннен кейін маған ұсыныс тастады. Тапсырып көрейік, бағың сынап көрейік дегеннен кейін жан-жақтан мен сол мектеп жайлы ақпарат іздей бастадым. Таныстардан, мұғалімдерден. Бірақ ол адамдар сырттай ғана білетін болғандықтан маған тағы бір құнды информация керек болды. Сол себепті мен өзімнің 2 жас үлкен туысқаным бар. Осы басқа қалада оқиды, Ақтөбенің нишін бітірген. Содан құнды информация сұрадым. Оның берген ақпараттар маған бір инсайт болды десем де болады. Себебі ең бірінші мені қызықтырған нәрсе, оның сөзі бойынша, ол маған осы Назарбаев зияткерлік мектебін бітіргеннен кейін Қазақстанның кез келген университетіне грант қолға түсе болады. Және шетелге де түсуге көптеген мүмкіндігі бар деді. Яғни оның ништің деңгейі өте беделді мектеп. Оның яғни алған білімі де, дипломы да өте мықты деген сөз. Екіншіден мені қызықтырған нәрсе ол жатақхана. Өйткені ол жатақхана мен үшін өте өзекті болды, себебі мен ол кезде қаланың сыртында тұрып жаттым. Сондықтан қалаға қатынау маған қиындау болды. Оған қоса маған сол ағам сабақтан кейін түрлі кружоктар бар деді. Тіл кружоктары, музыка, спорт. Яғни бала өзін немен айналысқысы келеді, жан-жақты өзін аша алады. Яғни ағаң сені қызықтыра білді. Мотивацияны оятты. Кейіннен бағанағындай дайындалуға сенде мотивация болды. Кейіннен дайындалуға бұл саған үлкен серпін болды. Енді сен дайындықты қалай бастадың кейін? Дайындықты ол кезде өкінішке орай қазіргідегідей курстар жоқ. Сол себепті мен өзімнің мектептегі мұғалімдеріме көмекке жүгіндім. Яғни математика сабағы бойынша қосымша сабақтар алдым. Түрлі үлгілерді шығарып алып бірге шештік. Білмеген жерімді барып сұрадым. Соның арқасында, сондай бір дайындықтың арқасында мен өзімді емтиханда сенімді сезіндім. Емтиханда саған қызық болған қандай сәттер, мысалы, емтиханның ерекшеліктері туралы айтып бере аласың ба? Қандай пәндерден тапсырады? Бізде жалпы мен тапсырған кезде де қазірде ешқандай шарттар өзгермеген. Яғни сол 4 пән, математика және 3 тіл. Екінші күні сізде логика, есте сақтау сияқты қабілеттерін тексереді. Бірақ жылдан жылға қазір конкуренция өсіп бара жатыр. Өйткені түрлі жаңағыдай бір орынға дейтін таластар көбейіп жатыр. Сол себепті дайындықты ерте бастаған жөн. Қаншалықты ерте бастайсың,
соншалықты жемісін көресің. мүмкіндіктер көбірек болады, иә. Жақсы, енді сәтті тапсырдың емтиханды, нишқа түстің. Ништа осы оқып бастағанда, жалпы ништің іші, сабақтары, мұғалімдер, достарың, жатақхана барлық сенің ойыңнан шыға алды ма? Иә, әрине, ойымнан шықты. Себебі ағам айтқан нәрселердің барлығы шын болып шықты. Яғни ништа шынымен де жағдайлардың бәрі жасалған. Тегін форма, тегін тамақ, жатақхана. Яғни сырттан келген балаларға өзінің тамағы, жататын жері жайлы ешбір уайымдамайды. Оған қоса оқу, бұл жерде оқу методикасы да басқа, бағалау критерийі де басқа. Яғни 4 пен 5 деген баға жоқ. Сабақтың басында сол сабақтың мақсаты болады, сол мақсатқа жеттің немесе тырыстың деген баға аласың. Яғни бұл заманауи методика оқушыны бағалауға деген әділдікті тудырады деп ойлаймын. Одан бөлек менде өзін айналысқым келген, яғни мен жақсы көретін хоббиім футбол. Сол футбол бойынша мен өзімді ништада маған мүмкіндіктер берді деп ойлаймын. Себебі мен ништа өзімнің бос уақытында футболмен айналыстым. Бізде құрама болды, сол жақта өзіміздің бағымызды сынадық. Тек қана оқумен жүрмейсің, таңнан түнге шейін. Өзіңе қызық нәрселермен, хоббилармен айналысасың. Қалай оқыдың ништа енді? Бағана айттың ғой сен, критерий, сабақтары басқаша дедің. Ал өзің қалай оқыдың? Жалпы мен үлгілі оқушы болдым деп айта аламын, себебі мұғалімдерінің, класстастарының сөздері бойынша сабақ үлгерімім жақсы болды. Оған қоса өзімнің спортты да бірге алып жүре алдым. Яғни сабақты да тастаған жоқпын, спортты да тастаған жоқпын. Шыны керек, басында менде жарты жылдай адаптация болды. Адаптация оңай болмады. Себебі өзіңіз білесіз, басқа методикаға келесің, басқа адамдардың арасында мен өзімді қысылдым басында. Одан бөлек мен жатақханада тұрғасын аптасына бір-ақ рет қана үйге қайтуға болады. Сондықтан мен кейде басында үйімді сағындым. Бірақ зона комфортадан шыққаннан кейін мен өзімді ондай қиындықтар болмады. 8-ші класста мен есімде жаңадан түсе салып, менде үлкен сондай бір құлшыныс болды. Гиперактивный оқушы болдым десем де болады. Өйткені мен жан-жақты алдыма мақсат қойдым. Сол мақсат бойынша мен жан-жақты өзімді көрдім. Математикадан бізде Сулейман Демирель университетінен профессорлар келетін болатын. Солардан мен қосымша сабақ алдым. Тілдерден, тарих сабақтарынан мен қосымша сабақ алып, олимпиадаларға қатысып, жан-жақты өзімді көрдім. Және сабақты да мен кілең 5-пен бітірдім. 9-ші класста да мен оқу үлгерімім төмендемеді, яғни 1-4 санамағанда. Одан кейін 10-ші класстан бастап бізде МЭСК деген экзамендермен таныстық. Яғни МЭСК деген бізде қорытынды емтихан, енті сияқты. Содан бастап бағаларым енді 1-2-4 болды арасында. Бірақ в целом жақсы. Мен бұлай түсіндім, Еркебұлан, яғни нишқа өз мектептерінің үздіктері түседі. Үздіктердің ішінен үздік болу да оңай емес, иә? Жалпы Назарбаев зияткерлік мектептерінің бір ерекшеліктері ретінде кураторларды айта аламыз, иә? Ол кісілер бір пәнді бермейді, бірақ класспен бірге жұмыс жасайтын кісілер, классқа көмектесіп жүретін, ол мектеп аясында. Енді одан бөлек сен жатақханада тұрдың. Жатақханада куратор сияқты тәрбиешілер болатын, иә? Әр оқушының өзінің тәрбиешілері болады. Куратор мен тәрбиешінің айырмашылығы неде? Шыны керек, осы жатақханада 4 жылдай тұрдым. Сол уақыт аралығында тәрбиешім менің ата-анаммен өткізген уақыттан да көп уақыт өткізесің. Яғни екінші үйің болып кетеді. Сәйкесінше тәрбиешің де сенің жақын адамың болады. Иә, сіз айтқан кураторға келеді, яғни ол белгілі бір сабақтан бермейді, бірақ сенің үй жұмысыңмен кез келген сұрақпен барсаң, саған көмектеседі. Одан бөлек бізде сол тәрбиешілердің арасында семинарлар, тренингтер болатын. Яғни сол уақытта мысалға қандай өзекті сұрақтар бар. Мысалға кезінде менингит болды, 2018 жыл. Сол туралы мысалға неше түрлі семинарлар болатын. Спортқа қатысты мысалға, спорттан бөлек сабаққа қатысты. Біз неше түрлі андай халықаралық конфликттер болса, соларды талқылайтынбыз. Яғни бүткіл комната этаж болып, сондай жұмыстар жасалатын. Осы кураторлар мен тәрбиешілер мектеп мұғалімдерінен бөлек, білімнен бөлек оқушының тұлғалық дамуына көмектеседі деп ойлайсың ба? Әрине көмектеседі. Өйткені менің басында түскен 8-ші класста болған Алмас ағай дейтін тәрбиешім болатын. Сол ағай маған
көптен көп мағыналы, мәнді сөздер айтатын өмірге қатысты. Яғни менде ол кезде айттым бағана, адаптация болды, қиын болды, үйді сағындым мысалға. Сол кезде өзінің жаңағыдай ерік жігер беретін сондай сөздер айту арқылы мені адаптацияны жеңіл өткіздім. Тәрбиешің Алмас ағай болды, көмектесе алды саған адаптацияда, иә? Ал енді қара, кураторлар туралы сөйлесек. Кураторлар дегеніміз ол әр куратордың 2 классы болады. Менің білуімше 2 класс қосылып шаңырақ болады. Әр мектепте бір 20 шаңырақтай болады. Сол 20 шаңырақ жарысады екен. Назарбаев зияткерлік мектебінде. Ол біліммен, ол деген бағанағы оқушылардың жетістіктерімен, ол жалпы бағанағындай неше түрлі критерийлермен жарысады. Соңында жеңген шаңырақ, яғни сол 2 класс, туған елге тағзым деген бағдарлама арқылы басқа Назарбаев зияткерлігіне барып, 10 күн демалып, сол өлкемен танысып, бағанағындай сол жақта бір демалып келе алады деп айта аламыз, Сол туралы бізге ашып айтып бере аласың ба? Жалпы мен де осы туған елге тағзым бағдарламасының куәгері болдым. Яғни 2017-2018 жылғы оқу жылының қорытындысы бойынша біздің шаңырақ үздік атанып, осындай бір керемет 10 күндік жолды жеңіп алдық. Бірақ ол былай басталды. 2018 жылы, өздеріңіз білесіздер, жазда менингит ауруы кеңінен таралды. Сол себепті бізде жаздық каникул уақытысында біз осы TED-қа бара алмадық. Бірақ сол жылдың күзінде, күздік каникулында сол 10 күнге бізді Астанаға жіберді. Сіз айтып отырсыз, сол жаңа 10 күн демалып деп, мен оған келсем, бірақ ол жерде демалып қана қоймай, біз 10 күн бойы, яғни сол мекеннің тарихымен, сол мекеннің сырт жағын, мәдениетімен танысып, сондай бір үлкен жоба жасадық деп айтқым келеді. Өйткені біз сол 10 күннің ішінде бір есінде қалғаны, біз Родина деген бір ауылға бардық. Родина деген ауыл қазіргі Қазақстан бойынша ең бір дамыған ауылдардың бірі, себебі ол жерде ол ауыл ешкімге тәуелді емес. Бір қызығы, өзінің зауыты, өзінің фабрикасы бар. Яғни сол арқылы өзінің ауылын қамтамасыз етіп отыр. Еш бірде бір қылмыс жоқ. Көшелері тап-таза. Яғни сол Родина деген ауылға барғанда бір Европаның бір қаласына барғандай сезіндік. Яғни менің ойымша бұндай жобалар көптен көп жасалу керек. Яғни біз осы туған елге тағзым бағдарламасының арқасында сондай бір керемет бір дамыған бір ауылды көріп қайттық, мысалға. Өздерің білмейтін Қазақстанда аштыңдар, мысалы. Яғни сендердің шаңырақтарың бірінші орын алды сол жылы. Соның арқасында іріктелген оқушылар бағанағындай мүмкіндікті пайдалана алды, Ол да бір ништің үлкен плюстары деп айтса болады. Енді сен үшін, Еркебұлан, Назарбаев зияткерлік мектебінің қандай 3 артықшылығы бар? Жалпы Назарбаев зияткерлік мектебінің беретін, яғни артықшылықтары өте көп. Ең бірінші мен әрдайым айтамын, ол білімнің сапалылығы. Ол қайдан пайда болады? Яғни мысалға қараңыз, жаңағыдай лицейдан, гимназиядан келген түскен бала тек қана үздіктердің арасына түседі. Ол ортада конкуренция пайда болады. Конкуренция өте жоғары, білесіздер, Назарбаев зияткерлік мектептерінде. Сол конкуренцияға бейімделген бала ертең болашақ өмірде де, университетке түскенде де, жұмысқа тұрғанда да конкуренциядан қиындық көрмейді. Яғни мен деген тұлға дамытады. Ол үлкен бір артықшылық деп айта аламын. Екіншіден, Назарбаев зияткерлік мектептері жеке бір тұлғаны, бір жасырын таланттарды ашады деп ойлаймын. Өйткені сабақ, мысалға, біз кешке дейін ғана сабақ оқымаймыз. Бағана айтып өткендей, бала өз қалаған істейді. Егер мысалға өлең айтқыңыз келсе, ән айтқыңыз келсе, әннің кружоктары бар. Халық алдында, мысалға, елдің алдында еркін сөйлегіңіз келе ме, оны үйрететін адамдар бар. Спортпен айналысқыңыз келе ме, спортзал, волейбол, футбол, баскетбол кружоктары бар. Тренажерный зал бар, егер спортпен айналысам десеңіз. Яғни барлық жағдайлар жасалған. Оған қоса бізде тіпті робототехника кружоктары бар. Яғни роботпен сондай бір неме қызықсаңыз, ол жаққа да барсаңыз болады. Және де оның барлығы тегін. Яғни мысалға басқа мектептің оқушылары сабақтан кейін өзінің кружоктарына мысалға ақшалай төлейді. Курстарға қатысады, жаңағыдай кружоктарға қатысса, бізде барлығы тегін және қолжетімді. Үшіншіден бізде әлеуметтік, яғни жағдайлардың барлығы жасалған. Яғни
Бізде әлеуметтік тұрғыдан ешкімді бөліп жармайды Назарбаев детский мектептері. Яғни барлығына бірдей форма, барлығына бірдей жағдай. Осы жағынан да мысалға отбасылар бір экономикалық, әлеуметтік қиындықтар көрмейді. Сенімен толықтай келісем. Себебі оқушыға білім алуына ешқандай да сыртқы кедергі болмау керек деп ойлаймын менде. Бағана футбол туралы сөйлестік, Еркебұлан. Жалпы осы футболдан қандай жетістіктерің бар Назарбаев зияткерлік мектебінде сенде? Ол әрине бір үлкен жетістік бар, олмен біз мақтанамыз. Осы Назарбаев зияткерлік мектебінің мен бағана айтқандай өзінің құрамасы бар, футбол құрамасы бар. Сол құрамамен біз үлкен сондай бір жетістікке жеттік, сонымен мен мақтанамын. Яғни осы халықаралық мектептер арасындағы футболдан жарыстан біз 3 дүркін чемпион болдық. Жаңа халықаралық мектептер деп отырғанымыз Хейлибери, Алматы International School, АИС, мысалға Ниш ФМН де бар оның ішінде мысалға. Одан бөлек КТЛ, Тянь-Шань деген халықаралық мектептер бар. Осы мектептер арасында бізде әр апта сайын барып, әрбір осы мектеппен ойнап тұрамыз. Есімде, яғни ол мектептерді біз жаңағыдай матч аяқталғанда шоттарымыз 10-0, 8-0 болатын. Яғни ол біздің жаңағыдай біздің ништағы балдардың сабақтан ғана емес, сонымен қатар басқа да, яғни футболдан да мықты екенін дәлелдейді. 10-0 қылып моменттерің болды ма? Намысты бермедіңдер. Өте дұрыс. Өзің үшін Еркебұлан, ништағы ең өзіңе есте сақталған бір қызық сәтімен бөліссеңіз? Жалпы ништа көптеген андай іс-шаралар өтеді. Бізде жаңағыдай туған елге тағзымнан бөлек, мысалға шаңырақтар арасында мектепішілік неше түрлі конкурстар болады. Мысалға 11-ші класста біз флешмобтан бірінші орын алдық. Ең бір есте қалатын сәт деп ойлаймын. Өйткені біз шаңырақ болып, яғни басымызды біріктіріп, бір аптадай дайындалдық, флешмоб жасадық. Сол флешмоб бойынша біз күшті сезімде болдық. Сол бірінші орын алғаннан кейін, яғни қаншама мысалға шаңырақ бар, өзінің барлық күшін салып, сондай бір үлкен іс-шарада біз өзімізді көрсете алдық. Одан бөлек бізде мәдени іс-шаралар бар. Мысалға дәл сондай шаңырақтар арасында бізде бір тапсырма болды. Яғни әрбір шаңырақ бір мемлекеттің, яғни бір биін көрсету керек. Сол кезде бізде жеребе бойынша бізде Италия мемлекетінің ұлттық биін көрсету керек болды. Сол кезде де біз киім тауып, яғни хореограф ағаймен бірге дайындалып, барлық мектепке сондай өзімізді көрсеттік. Және де сол іс-шараның бір есте қалғаны, яғни бізде өзіңіз білесіз, ништа көптеген шетелдік мұғалімдер бар. Шетелдік мұғалімдердің сол кездегі реакциясы мен сол кездегі өзінің ой пікірі бізді таңғалдырды. Яғни әрбір мемлекеттен тамсанып, яғни бізде Италияны көрсеттік па, сол жайлы мысалға іс-шара біткеннен кейін мұғалімдер келіп бізге өзінің ой пікірін айтты. Шынымен де осындай мысалға Италияның несін көрсете білдіңдер, тамсанды. Яғни ондайды көргеннен кейін өзіңде бір шабыт аласың. Шетелдік мұғалімдер туралы, сөйлесіп кетейік. Шетелдік мұғалімдер қай мемлекеттің мұғалімдері болды, қандай пәндерден берді, қай тілде берді, сол туралы? Жалпы бізде шетелдік мұғалімдердің көбісі тілден береді, яғни ағылшын тілінен береді. Яғни олардың көбісі бізге IELTS халықаралық экзаменіне дайындайтын. Одан бөлек бізде яғни ғылым пәндері бойынша, яғни химия бар, биология, физика, информатика, яғни әрбір осы жаратылыстану ғылымдарының бір жаңағыдай мұғалімдері болды. Ағылшын тілінен береді. Ағылшын тілінен береді. Сендер яғни физиканы 11-ші сыныптарда ағылшын тілінен оқисыңдар, уже. Физиканы түсіну бөлек, ағылшынша түсіну мүлдем бөлек шығар. Мысалға бізде система былай болды. Біздің өзімізге беретін, яғни қазақ мұғалім бар, және де ағылшын мұғалім бар. Ол екеуі сабақты бірге өткізеді. Мысалға бір сабақтың жартысын біздің өзіміз ағайымыз өткізсе, сабақтың жартысын ағылшын, яғни шетелдік мұғалім өткізеді. Ол бізге бір жағынан болашақ өзіміздің мамандығымызды, болашақ өзімізге керек нәрсені ағылшынша материалды игеру көмектесе, екінші жағынан сондай бір коллаборацияның арқасында мемлекеттердің арасында сондай бір достық пайда болады деп ойлаймын. Яғни таныс. Ништың оқушыларға университетке түсуге қандай көмегі тиді? Мектеп бітіргеннен кейін, мысалға 11-ші класстан бастап, қандай универге түсу керек, соның бәрін ойлана бастайсың. Одан кейін, мысалға, кейбіреулер мысалға өзінің жоспары бойынша шетелге түседі. Кейбіреулер Қазақстанда қалғысы келеді.
яғни әртүрлі жағдайлар болып жатыр. Ништі бітіргеннен кейін сен қолыңа 3 документ аласың. Ол яғни мектеп бітірді деген аттестат және де біздің халықаралық деңгейдегі экзаменнің қорытынды бағасы, яғни MESC-ның бағасы, одан кейін енті. Бірақ біз енті тапсырмаймыз. Сондай бір ерекшелігіміз бар. Мысалға, егер сен оқушы шетелге түскісі келсе, онда жаңағыдай MESC-тің, яғни жаңағы шетелдік емтиханның бағасымен шетелге тапсыра берсе болады. Егер Қазақстанда қалғысы келсе, білесіздер, бізде барлығы енті арқылы. Сол себепті жаңағыдай сол MESC деген емтиханның бағасын формула бойынша ентінің балына ауыстырады. MESC деген не? MESC деген бізде международный экзамен стандарт Кембридж деп аударылады. Яғни Кембридждің системасы бойынша сондай халықаралық деңгейдегі сондай емтихан. Яғни ол деген Қазақстандағы университетке де түсуге көмектеседі, шетелдік университеттерге де грантқа түсуге көмектеседі. Сенің балыңа қарай, Қазір көптеген оқушылар Назарбаев зияткерлік мектебіне дайындалып жатыр. Әсіресе 5-6 сыныптың оқушылары. Дайындалып жатқан оқушыларға сенен қандай бір нақты 3 кеңес бере аласың біздің оқушыларға? Ең біріншіден мен айтқым келетіні ол ештеңе, яғни ешқандай жетістік өзінен өзі келмейді. Яғни өзінің алдына мақсат қоя білу керек. Сол мақсат бойынша еңбектену керек. Оның барлығы қайдан пайда болады? Оның барлығы мына тәртіптен пайда болады. Мысалға, қазіргі көп оқушылар бос жатады. Кешке дейін мысалға ойын ойнайды, немесе сериал, немесе кино көреді. Ол уақытын мысалға, яғни бір адам, мысалға 5-6 класстың баласы да жетіліп келе жатқан тұлға ол. Яғни ол бала түсіну керек, мақсат қоя білу керек. Мен ертең Назарбаев зияткерлік мектебінде оқығым келеді. Және сол мақсатқа жету үшін жаңағыдай жаман, яғни керек емес нәрселерден бас тартып, тек дайындыққа, өзінің психологиялық, моральдық тұрғыдан дайын болуға жұмсау керек деп ойлаймын. Екіншіден, ол бала өзіне сену керек. Егер сен өзіңе сенбесең, ешкім саған сенбейді. Қанша атанан қолдау беріп тұрсаң, егер мен түсе алмаймын, сасып қалсаң, онда ештеңе болмайды. Ал үшінші беретін кеңесім, ол білесіздер, кез келген емтиханның өзінің бір жүйесі болады. Сол жүйе бойынша дайындық керек балаға. Бала қанша мысалға 5-6 класстың жаңағыдай материалын қанша мықты игерсе де, егер сол конкурстың жаңағы нишқа түсетін емтиханның сұрақтарын, системасын білмесе, онда ол түсе алмайды. Сол себепті мысалға сондай бағытта дайындық керек. Және де ол дайындықта неғұрлым ерте бастасаң, соғұрлым өзіңе жақсы жетістіктерге жетесің. What is the most important skill at this time for school students? Well, the most important skill, I would say, self-discipline. Because all other skills comes from self-discipline. That is time management, hard working, communication, and others. For instance, nowadays, more students complain that they have no enough time for doing tasks on deadline. So it's all from self-discipline comes from. So I believe that definition of self-discipline is all about self-love. So loving yourself is, for example, you have a test on Monday, but you want to go out with your friends on Saturday night. But you should realize that if you fail that test, you won't feel good. So you should know that you can donate your time for better. So self-discipline is all about the material success. It's key to success. So I want to finish my saying with words of Will Smith. You can't win the war against the world if you can't win the war against your mind. So I think that self-discipline is the most important skill. Okay, thank you, Еркебұлан. Тағы да рахмет, осылай келіп, уақытыңды бөліп, бізбен өзің туралы ақпарат бергеніңе. Құрметті көрермендер, бүгінгі біздің кезекті айдарымыз аяқталды. Сіздерге пайдалы болды деген үміттеміз. Сау болыңыздар.